Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Бұлбұл Тілеуғазықызы Қалықбекова. Бүгін сіздердің назарларыңызға қашықтан оқытуда 10 сынып оқушыларына қазақ тілінен жазылым тапсырмаларын саралап ұсыну жолдарын ұсынғымыз келеді. Бірінші кезекте жалпы дифференциацияның қандай негізгі түрлері бар, соған тоқталғанды жөн көрдік. Саралап оқыту жайлы әдебиеттерді сараптай келе, дифференциация негізінен 3 үлкен топқа бөлінетініне көз жеткіздік. Яғни, мазмұнды саралап оқыту. Бұл жерге оқушыларға таңдаулар ұсыну арқылы білімін тереңдетуді қамтамасыз ету. Оқушылардың оқу материалдарын түсіну деңгейіне сәйкес қосымша ресурстармен қамтамасыз ету көзделеді. Екінші, нәтижені саралап оқыту. Таңдау, әртүрлілік, жоғары деңгейлі тапсырмалар, нәтижені көрсетудің түрлі жолдарын оқушылардың өздеріне таңдауға мүмкіндік беріледі. Бүгін кеңінен сөз өтетін бұл процесті саралап оқыту. Яғни, оқушылардың қызығушылықтарының әртүрлі болуына немесе ұсынылған материалының қиындығына байланысты оқушыларға тапсырмалардың бірнеше нұсқалары ұсынылады. Ортақ тақырып бойынша белгілі бір тапсырмалар ұсынылады. Үнемі қолдауды қажет ететін оқушыға қосымша практикалық тапсырмалар не көмекші материалдар дайындап қою. Оқушылардың қажеттіліктері мен тілдік деңгейлеріне сәйкес әртүрлі ресурс көздері қолжетімді болғаны абзал. Осы процесті саралап оқытуға негізделген 10 сынып 1 тіл қазақ тілі пәні бойынша қоғам және заң бөліміне сәйкес әңгіме жазу мақсатына бағытталған сараланған тапсырмалар үлгілерін көрсететін боламыз. Осы сараланған тапсырмаларды ұсынуда бізге Padlet веб тақтасының берері мол. Яғни, padlet.com сайтына тіркеліп, өздеріңіз осындай веб тақта ашуларыңызға әбден болады. Яғни, қоғам және заң бөлімі бойынша әңгіме жазу мақсатына бағытталған 4 тапсырма үлгісін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші кезекте бұл оқушыларға сюжет құрастыруда, әңгіме жазуда қиналатын оқушыларға көмек ретінде осы қоғам және заң бөлімі бойынша шағын дайын сюжет ұсынылады. Оқушылар сюжет желісін негізге ала отырып, әрі қарай өрбіту, болмаса эпизодты түбегейлі өзгертіп жазса болады. Екінші тапсырмамыз бұл қолдауды қажет ететін тілдік деңгейі орта, төмен деңгейдегі оқушыларға көмек ретінде, скафолдинг ретінде дайындалып отырған тапсырма. Яғни, төмендегі дайын құрылымдарды қажетіне қарап пайдаланып, заң бұзушылық тақырыбына шағын әңгіме жазыңыз. Бұл жерде әртүрлі көркем шығармалардан жинақталып алынған тақырыпқа қатысты сөз оралымдары, жалпы әңгімеге тән сипаттаулар ұсынылған. Оқушылар өздері қажетіне қарай дайын құрылымдарды өңдеп, болмаса қаз-қалпында пайдалана алады. Номер 3 тапсырма сюжетті суреттер берілген. Осы сюжетті суреттерге қатысты әңгіме сюжетін құрастыру тапсырылады. Сюжетті суреттердің ретін ауыстыруға болады. Бұл визуал оқушыларға бағытталып жасалған. Ал номер 4 тапсырма ешқандай қолдауды қажет етпейтін, шығармашылықты еркіндікті қалайтын оқушыларға негізделген. Яғни, қылмыстың өтеуі жаза деп басталатын әңгіме жазыңыз. Бұл жерде оқушыларға ешқандай дайын құрылымдар, немесе сюжетті суреттер, шағын әңгімелер ұсынылмайды.
оқушыларға жоғары деңгейлі тапсырма десек болады. Енді осы Padlet веб тақтасының тағы бір үлкен мүмкіндігі, бұл жерде аудио-видео ресурстарды да балаларға ұсынуға болады. Яғни алдын ала осы тақырыпқа қатысты интернет ресурстарын жинақтап, балаларға сілтемелерін ұсынса әбден болады. Сондай-ақ оқушылар да өздері бір-біріне көмектесе алады. Осы 4 тапсырмаға қатысты немесе осы қарастырылып отырған бөлімге қатысты әртүрлі видеоресурстар, аудио кітаптардың тізімін оқушыларға ортақ осы веб тақтада бөлісе болады. Біз тек қана осы веб тақтаның адресін оқушылардың жаңағы электронды поштасына болмаса чатқа жібереміз. Осы арқылы қашанда осы интернет ресурстар қолжетімді болады. Бүгінге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет, шығармашылық шабыт тілейміз.